Баршаңызға қайырлы күн, достар. Мен сіздермен бүгін осындай бельгийский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен біз 3 жұмыртқаға қантымызды салып, және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап осылай венчикпен араластыратын боламыз. Бұл массамыз жақсылап араласып болған кезде сметана, яғни қаймағымызды салып араластырамыз. Біздің барлық ингредиенттеріміз бөлме температурасында болғаны жақсы. Бөлме температурасында жасаймыз барлығын. Және де көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде біз бал қосатын боламыз. 2 ас қасық бал қосатын боламыз. Біздің вафлимыз жұмсақ, ерекше, үлпілдек, дәмді болып шығады. Сол себептен содан соң біз ұнымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз массамызды. Мінекей массамызды жақсылап араластыратын боламыз. Ішінде түйір ештеңе қалмау керек. Егер сіздерде қол миксері болатын болса, қол миксермен де осылай араластырсаңыздар болады. Мына массамыз дайын. Содан соң вафли ыдысымызға салып пісіріп аламыз. Сіздер енді вафли ыдысты майлап алсаңыздар да болады, бірақ мен ыдысымды майламай-ақ салып едім. Кішкене жабысты, бірақ сонда да сұйық май ішіне жағу керек. Мінекей массамызды осылай тегістеп жақсылап саламыз. Содан соң уже міне піскен түрі қызарып, әдемі болып пісті. Жұмсақ, үлпілдек. Әсіресе таңғы асқа жесеңіздер өте керемет. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығатын болады. Құрметті көрермендер, егер сіздерге видео ұнап, көңіліңізден шығып жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей екінші порциямызды жасаймыз. Екінші порциямызға мысалы жасаған кезде әртүрлі банан, жеміс, сондайларды қосып жасасаңыз да болады. Немесе шоколад қоссаңыздар болады. Әрине, әркімнің талғамына қарай жасап аласыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер.